Құштар мектеп жобасы аясында Міржақып Дулатовтың «Оян қазақ» фильмін талқылайтын боламыз. Бүгін кітап кино жобасы аясындағы біздің бүгінгі талқыланатын шығармамыз, яғни қазақ мәдениетіне ең алғашқы роман болып жарияланған бұл қандай шығарма? Бақытсыз Жамал. Бақытсыз Жамал романы бойынша біз өткенде оқыдық, енді бүгін талдаймыз және осыны байланыстырып кітап кино жобасымен байланыстырайын деп отырмыз. Оян қазақ фильмінде біздің Міржақып Дулатовтың тұлғасы қалай ашылған, көркемдік ерекшелігі қандай, бізге қандай тәрбиелік негізбе бола алады, біздің өзіміздің ұлттық құндылықтарымызды қалай байланыстырған осы фильм бізге қандай әсер берді. Қане, кім айтады екен, балалар? Айзере, өзіңнің ойыңды айта ғой. Фильмді көрдің ба? Иә, көрдім. Мен бұл Міржақып Дулатұлы Оян қазақ киносында алған әсерім. Біріншіден, Міржақып Дулатұлы тек қана өлеңмен ғана емес, және іс-әрекетпен өз еңбегін ел үшін, жер үшін сіңірген біздің ең атақты тұлға. Және де бұл Оян қазақ киносында сол қазақ біздің еліміздің намысын ояту үшін жазылған өлең болатын. Және де бұл өлеңдің мағынасы өте көп болған соң, осындай Оян қазақ киносы шықты деген балаларға көптеген әсер. Адам бір ой түйеді ғой. Сіздер қандай ой түйдіңіздер? Кім айта алады? Әсерін. Рахымжан айта ғой. Міржақып Дулатұлы ұлы қайраткер, публицист, драматург болды. Ол 20 ғасырдың басында Оян қазақ шығармасымен Бақытсыз Жамал романын шығарған. Ол шығармаларында ол қазақ халқының рухын қорғап, идеяларды жаман кезерге қарамастан, заманға қарамастан, өз қазақ халқының қараңғыдан шығарғысы келіп, Алаш партиясымен 20 ғасырдың басында қосылып, қазақ идеясын жарыққа шығарған. Алтын отқа жайнаған дауылпаз үнді өшір ақын. Халқымыздың ұлы перзенті Міржақып Дулатовтың халқына қалдырған шығармашылық. Ал енді балалар, біз бүгін Оян қазақ фильмін өттік, талқыладық, айттық, Міржақып Дулатовтың өмірбаянын айттық. Енді осы Оян қазақ өлеңін жаттап алған бар ма бізде? Айта ғой, Аял. Аш Оян қазақ көтер баста, өткізбей қараңғыда бекке жатты. Жер кетті, түн ашалап, халарам боп, қарағым енді жату жарамасты.